Неге десеңдер, ол мынау жібек жолының су басып жатқан жері мынау біздің дамбының чашасында тұр. Ол дамбыға ешқандай қауіп жоқ, ол су келетін аумақ. Сол жерге үй салынған. Енді кімнің рұқсатымен қалай салғандар білмейміз. Это я не могу сказать, потому что я отвечаю только за дамбу, за безопасность дамбы. Дамба стабильно работает. Толып тұрған жоқ, где-то 40%. Да? Астынан қорғап тұрған дамба міне. 450 миллион сияды. 400 миллион текше метр, е? Сол 40%-ке толған. Дамбының су келетін 450 миллион су сиятын аумағы. Енді білмейміз ғой, біз 200 келе ме, 400 келе ме, мысалы суды. Өз жағын мен айта алмаймын. Ескерген естілмей. Бұл ауыл бұрыннан бар. Негізі ол жібек жолының бұрынғы ескі жібек жолы ол ескерілген шығар. Жібек жолының өзінің ішінде өзені бар ғой? Иә. Нұра өзені. Сонымен кететін ол су. Ол артыға мынау осы дамбыға кетіп болады. Ештеңе айта алмаймын, бір алла біледі. 100% келе ме, 50% числапқа қазір жауып жатыр уже. Не приток тоқтап жатыр. 100-ге жауып тұр. Қазір 100 секунд. 55 жіберіп жатырмыз. Секундына, е? Суға 55 текше метр. секундына өтіп жатыр. Ешқандай задержка ештеңе болып жатқан жоқ қала ішінде. Жақсы өтіп жатыр, ешқандай не жоқ. Жоқ, ешқандай қауіп жоқ. Бәрі бақылауда. МЧС бар, не бар, акимат бар, бәрі бақылап отыр. Соның шешімімен біз тек қана аша аламыз. А так біз жайдан жай аша алмаймыз.